пайғамбарымыз айтады, пәтуаға асыққандар тозаққа асыққандар дейді. Пәтуа берушілердің немесе осы үкім етушілердің, қазылардың 3-тен 2-сі жаңағыдегі тозақта болады дейді. Яғни ақыр заманның белгісі аузынан ақ иті кіріп көгі шығатын діни ғалымдар көбейіп кетеді. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, былайша айтқанда, Алла Тағала ілімді ғалымдардың көкірегінен жұлып алумен олай алмайды дейді, суырып алмайды дейді. Бәлкім ғалымдардың жанын алумен алады дейді. Яғни ғалымдар азая бастайды. Бұрынғыға салыстырғанда қазір ғалымдардың саны анағұрлым аз. Енді сол ғалымдар азайған кезде адамдар не істейді? Надан. Тілі ғана бар, ораторлығы бар. Және осы ораторлықпен ғалым деп ойлап қалады екен де, соларды ғалым қылып алады дейді. Ана жаңағыдегі надан адам сол мәселе сұралғанда, ол да Алладан қорқам, білмейтін нәрсемді айтпаймын демейді де, қызыл тіліне сүйеніп не істейді? Пәтуа берді. Қазір интернеттен пәтуа алу, басқа елден пәтуа алу өте күмәнді. Пайғамбарымыздың осы сақтандырып кеткен хадистерін ескеру керек. Әрбір дінін толық ұстаймын дейтін адам. Қазақстанда кез келген шыққан пәтуа ғұламалар кеңесімен талданады. Ғұламалар кеңесінде елдегі ең білікті деген мамандар отыр. 20-дан астам мамандар болса, елдің сондай қаймақтары. Сол кісілер талдап, қарастырып, шариғатқа қаншалықты сәйкес келеді, өзіміздің дәстүрімізге қаншалықты сәйкес келеді. Соның бәрін есептей отыра пәтуа шығарылады. Ол бір талдауда қабылданбаса, екінші талдауға қалдырылады. Сондай бір түйткілді мәселе болса. Сондықтан пәтуа беру оңай емес. Өкінішке орай, сол пәтуа беруге асығушылар көбейіп кетті, әсіресе жатағым өкілдері. Соны тыңдайтында бір жаңағыдегі ойланбайтын халықта бір шама бар.